Қайырлы күн, бүгін біз Кока-Коланың, газдалған сусынның және қарапайым таза судың тістің эмаліне қалай әсер ететінін зерттейтін боламыз. Бұл зерттеу жұмыстарын жұмыртқаның көмегімен жасайтын боламыз, себебі жұмыртқаның сыртындағы қабығы тістің эмалімен ұқсас, бірдей деп айтсақ та болады. Сол себепті де біз зерттеу жұмысымызды осы жұмыртқалардың көмегімен өткізетін боламыз. Ең алдымен 3 стақанымызға Кока-Коланы, газдалған сусынды және суды құйып аламыз. Енді құйып алғаннан кейін 3 жұмыртқамызды үшеуіне салатын боламыз. Және де біраз уақытқа қалдырып қоямыз. Енді қарайтын болсақ, таза суымыздағы жұмыртқаны алсақ, оның сыртындағы қабығында ешқандай өзгеріс жоқ, яғни ешқандай таза судың әсері болмаған. Ал енді газдалған сусындағы жұмыртқаны алатын болсақ, оның сыртынан кішкентай сары нүктелерді пайда болғанын байқаймыз. Демек, газдалған сусынның тістің эмаліне әсері бар дегенді білдіреді. Ал енді ең бастысы, Кока-Коладағы жұмыртқаны алсақ, оның сыртындағы түсі өзгерген, яғни сарғыш қоңыр түске боялған. Яғни Кока-Коланың тістің эмаліне тікелей зияны, әсері бар деген сөз. Енді осы зерттеу жұмыстарына қорытынды жасайтын болсақ, тіс адамның көркі. Сол себепті де тісімізді бала кезімізден күтіп, оны жақсы таза ұстап, зиянды заттардан аулақ болсақ, біздің тісіміз де сау әрі әдемі болатын болады.